Сот залы іші тым-тырыс еді. Терезеден түскен суық жарық Арманның жүзіне түсіп тұрды. Ол темір тордың ар жағында тұр. Қолында кісен, бірақ жанында ауыр сезім ғана бар еді. Арман ешқашан қылмыс жасамаған еді. Ол адал еңбек етті. Ауылдағы шағын қойманың досы Ерланмен бірге ашқан. Бала күнінен бірге бір мектепте, бір көше, бір арман. Ерлан әрдайым біз бай боламыз, бауырым, екеуміз бірге дейтін. Сол түн бәрін өзгертті. Қойма өртенді. Өрт сөндірушілер келгенде кешеді. Ақша салынған сейфте жоқ болды. Полиция бірден күдіктіні тапқандай болды. Күзет камерасы дәл сол түні Арманның кіріп шыққанын көрсетті. Иә, ол барған, бірақ тек құжат алуға. Ол ештеңе жақпаған, ештеңе ұрламаған. Сот басталды. Куәгерлер шырылдады, жұмысшылар үнсіз. Бәрі күмәнмен қарайды. Сосын судья: келесі куәгер Ерлан Нұртаев, деді. Арман алғаш рет басын көтерді. Ерлан баяу жүріп келді. Көзін тайдырып тұр. Сол түні не көрдіңіз? Ұзақ үнсіздік. Мен Арманның ақша туралы айтқанын естідім. Қарыздары көп еді. Зал гу етті. Арман сенбей қалды. Не айтып тұрсың? Деген сөз тамағында тұрып қалды. Ерлан жалғастырды. Ол қойма жабылар алдында жалғыз қалды. Бұл үкім еді. Досының аузынан шыққан адвокат тырысты, дәлел жеткіліксіз деді. Бірақ айғақтар, куәлік, камера. Судья орнынан тұрды. Айыпталушы Арман Қасымов 7 жыл мерзімге бас бостандығынан айырылады. Соғылды. Сол сәтте Арман ештеңе сезбеді, тек бір нәрсені түсінді. Оны өрт емес, оны қарыз емес, оны тағдыр емес, оны досы сатты. Темір есік тарс жабылды. Камераға кіргенде алғаш рет көзінен жас ақты. Кек емес, өкініш. Неге, Ерлан? Осы сұрақ 7 жыл бойы жүрегін жегідей жеді. Темір қақпа тарс жабылды. Арман алғаш рет бостандықтың иісін жоғалтқанын сезді. Камера іші суық, қабырғалар дымқыл. Ішінде 3 адам отыр. Жаңадан келгенсің бе? Деді біреуі. Арман үнсіз бас изеді. Алғашқы түн ең ауыр болды, ұйықтай алмады. Көзін жұмса болды. Сот залы, Ерланның жүзі, сатқындық. Таң ата салысымен тәртіп басталды. Айқай, санақ, қатаң заң. Түрме бөлек әлем. Мұнда сенің кім болғаның маңызды емес. Мұнда сен тек нөмірсің. Алғашқы аптада оны сынады, итерді, мазақ етті. Бизнесмен екенсің ғой, досың сатып кеткен бе? Деп күлді біреулер. Арман үндемеді. Ол жұдырықпен емес, сабырмен өмір сүруге шешім қабылдады. Бірақ бір күні бәрі өзгерді. Асханада бір сотталған әлсіз жігіт ұрып жатты. Ешкім араласпады. Барлығы басын бұрып кетті. Арман тұра алмады. Тоқтатыңдар, деді. Ол алғаш рет жұдырық көтерді. Өзін қорғау үшін емес, әділдік үшін. Сол күннен бастап оған басқаша қарай бастады. Ол төбелесқор емес еді, бірақ әлсізді қорғайтын жылдар өтті. Арман кітапханаға жиі баратын болды. Заң оқыды, құжаттарды зерттеді. Өрт ісін қайта-қайта ойлады. Бір күні түрме архивінде жұмыс істейтін қария оған сыбырлады. Сенің ісіңді бір нәрсе дұрыс емес, өрт сараптамасы өзгертілген. Сол сәтте жүрегі дүрсілдеп кетті. Демек, мен бекер отырмын. Ол әр құжатты жаттап алды. Әр датаны жазып отырды. Сыртта анасы ауырып жатқанын білді, бірақ көрісуге рұқсат кеш берілді. Ол жеткенде кешеді. Анасы соңғы рет: балам, сен кінәлі емессің, мен саған сенемін, деген екен. Арман түні жылады. Алғаш рет кек пайда болды. 7 жыл адамды өзгертеді, бірақ ол тас жүрек болмады, ол шыдамды болды, сабырлы болды. Ішінде бір ғана мақсат қалды: шындықты дәлелдеу. Ақыры босату күні келді. Қақпа ашылды, бірақ бұл жолы Арман басқа адам еді. Көзі суық, жүрегі тыныш, ішінде дауыл. Ал ауылда оны не күтіп тұрғанын ол әлі білмейтін. Автобус баяу тоқтады. Арман терезеден сыртқа ұзақ қарады. Осы ауыл, осы көшелер, бала күнгі күлкі, бәрі сол күйі сияқты, бірақ өзі басқа. Ол сөмкесін алып жерге түсті. Ешкім қарсы алмады, ешкім келдің бе демеді. Ауыл адамдары алыстан қарап тұрды, сыбыр басталды. Сол емес пе? Иә, түрмеде отырған, зек. Бұл сөздер пышақтан өткір еді. Арман анасының үйіне қарай жүрді. Қақпасы қарлап ашылды. Үйдің ауласы бос, ағаштар қорап қалған. Терезе перделері сарғайған. Көрші кемпір жақындады.
балам, анаң сені күтті, соңына дейін күтті. Арман үнсіз басын изеді, көзіне жас жоқ. Жаста таусылғандай үйге кірді, бәрі орнында. Анасының орамалы, ескі креслосы, қабырғадағы суреттер. Бір бұрышта шаң басқан рамка тұр. Суретте өзі, Ерлан және Айсәуле. Жүрегі бір сәтте тоқтап қалғандай болды. Айсәуле, ол кешке ауыл дүкеніне барды. Есікті ашқанда бәрі бір сәтке үнсіз қалды. Сол жерде ол оны көрді. Айсәуле касса артында тұр, бірақ қасында Ерлан. Ерлан қымбат киімде, қолында кілті. Өзіне еркін ұстайды, көздері түйісті. Айсәуленің жүзі ағарып кетті. Ерлан қабағын түйді. «Шықтың ба?» деді Ерлан салқын үнмен. «Иә, шықтым», қысқа ғана жауап. Бірақ ішінде 7 жыл бар. Ауыл іші өзгерген, Ерлан жаңа үй салған, бизнес үлкейткен. Ал Арман бос үй, бос жүрек. Түнде ол ұйықтай алмады. Бір сұрақ мазалады. Егер мен отырсам, ол қалайша байыды? Таң ата, ол қойма болған жерге барды. Қазір ол жерде жаңа ғимарат тұр. Қабырға бұрынғыдай күйген, темірдің ізі әлі бар. Арман жерді уыстап ұстады. «Шындықты табамын», деді сыбырлап. Бұл тек бастамасы еді. Кешкі ауыл тым-тырыс. Арман үйінің ауласында отыр еді. Қақпа баяу сықырлады. Ол басын көтерді. Айсәуле, қолында орамал. Көзі қызарып кеткен. «Сөйлесуіміз керек», деді ол сыбырлап. Арман үнсіз орнынан тұрды. Екеуі ауылдағы ескі орындыққа отырды. Бір кездері дәл осы жерде болашақтың армандаған еді. Ұзақ үнсіздік. «Неге келдің?» деді Арман ақырын. Айсәуле демін әрең алды. «Мен бәрін білемін». Арман қабағын түйді. «Нені?» Көзіне жасы сығырғалады. «Өрт, сен емес едің». Бұл сөздің Арман 7 жыл күтті. Айсәуле, дәлелің бар ма? Сол түні Ерлан үйге кеш келді. Киімі күйе, иісімен келді. Қолында ақша болды. Мен сұрадым, ашуланды. «Бұл сенің шаруаң емес», деді. Арманның жүрегі қатты соқты. «Неге үндемедің?» Айсәуле жылап жіберді. «Қорықтым», ол айтты. «Егер біреуге айтсаң, Арман түрмеден шықпайды», деді. «Мен сенің тірі екеніңе қуанумен жүрдім». Арман орнынан тұрды, ашуланған жоқ, бірақ жан дүниесі қайта жараланды. «Ал маған тұрмысқа шыққаның ше?» Айсәуле басын төмен салды. «Әкем ауырды, қарыз болды, Ерлан көмектесті, шарт қойды». Барлығы түсінікті бола бастады. Арман терең демалды. «Енді не істемексің?» Айсәуле қалтасынан кішкентай флешка шығарды. «Менде жазба бар». Бір күні ол мас болып бәрін досына айтып беріп отырды. Мен телефонымды қосып қойдым. Арман флешканың қолын алды. Қолдары дірілдеп тұр. Бұл 7 жылдың кілті болуы мүмкін. Сол сәтте алыстан көлік шамы көрінді. Ерланның көлігі. Айсәуле шошып кетті. Білсе, бәрімізге қиын болады. Арманның көзі суып кетті. Бұл жолы мен қорықпаймын. Қақпа тарс ашылды. Ерлан ішке кірді. Көзі ашулы. «Не істеп жүрсің мұнда?» Ауа қоюланып кетті. Бұл тек бастамасы еді. Қақпа тарс жабылды. Ерланның көзі бірден Арманның қолына түсті. Флешка. Ол бәрін түсінді. «Ол не?» деді тістеніп. Арман үнсіз қалтасына салды. «Саған қатысы жоқ». Айсәуле шегініп кетті. Аулада ауа ауырланып кеткендей болды. Ерлан жақындады. Даусы баяу, бірақ қауіпті. «7 жыл аз болды ма саған? Тағы отырғың келе ме?» Арман алғаш рет көзін тайдырмайды. «Бұл жолы мен емес». Сол сәтте Ерлан жұдырық сілтеді. Бірақ Арман дайын еді. Түрме оны әлсіз етпеген. Екеуі аулада алысты. Айсәуле айқайлап жіберді. «Тоқтаңдар!» Ерлан итеріп жіберіп, Арманның қалтасын жұлқылады. Флешка жерге түсіп кетті. Үшеуі бір сәтке қатып қалды. Ерлан бірінші ұмтылды, бірақ Арман тезірек болды. Флешканы іліп алып артқа шегінді. «Бітті, Ерлан, ойын аяқталды». Ерланның беті өзгерді. Қорқыныш алғаш рет сезілді. «Сен ойлайсың ба? Саған біреу сенеді». Арман суық күлді. «Бұл жолы сен өз даусыңмен сөйлейсің». Ерлан ашуға булығып сыбырлады. «Мен сені бекер тыңдамадым. Сен сенгіш едің». Бұл сөз бәрінен ауыр тиді. Айсәуле жылап тұр. Арман бұрылды.
Енді бәрі заңмен шешіледі. Ирлан соңғы рет айқайлады. Сен бәрін жоғалтасың. Арман тоқтамады. Ол қақпадан шыққанда 7 жылдық ауырлық артында қалғандай болды.